Астана политехникалық жоғары колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Мұхаммедия Самал Ескендірқызы. Саламатсыздар ма? Бүгін бізде көлемді технологиялар пәнінен ашық сабағын жүргіземіз. Бұл пәнде бүгін сабаққа кімдер қатысып отыр білу үшін группамыздың Данияр Мырзадан сұрайын. Данияр, қанша бала сабақта бар? Саламатсыз, біз түгелміз. Біз түгелміз, рахмет. Жақсы, біз өткен сабақта сіздермен өткен сабақ тақырыбымыз Ардагер, қандай тақырып өттік? Google Apps өттік. Google Apps тақырыбында өткен болатынбыз. Сол Google Apps тақырыбын біз қалай түсінгенімізді тексеру мақсатында тест жүргіземіз. Тест жүргізу үшін барлығымыз Preventi.com қосымшасын жүктейік. Жүктеп атырмыз ба? Иә. Экранда көрсетілген номер бойынша викторинаға жүктереміз. 2 адам қосылды. Басқаларымыз тезірек жүктелейік. Жүктеліп болсақ, викторинаны бастаймын. Бірінші сұрағымыз, қай жылдың ақпан айында Google өзінің домендік атаумен домен бета үшін Gmail құрды? 83% дұрыс жауап бердік. Келесі сұрағымыз. Дайын отырайық. Google Apps-тың негізгі тұтынушысы кім болды? %84 дұрыс жауап бердік. Gmail-дің тегін нұсқасында электрондық пошта мазмұны хабарларды сақтауға қанша орын қарастырылған? Яғни біздің орнымыз гигабайтпен өлшенеді. 100% дұрыс жауап бердік, яғни 15% бізге тегін мүмкіндік береді қосылуымызға. Келесі тақырып Google мәліметтеріне сәйкес Google Apps пакеті Fortune 500 компаниялардың қанша пайызы пайдаланылады? 69% дұрыс жауап бердік. Келесі сұрағымыз, файлдарды құруға, сақтауға мүмкіндік беретін сервис ретінде көрсетілген қызмет түрі сипатталады. Осы аталғандардың ішінде қайсы сол қызмет түріне сипатталады екен? Google Drive 81% дұрыс жауап бердік. Google Apps-тың Work жұмысымен Hangouts қанша адамға бейне қоңыраулар жасауға мүмкіндік береді? 36% дұрыс жауап бердік. Келесі сұрағымыз, бастапқыда Google Apps-тың төленген нұсқасының бөлігі болды. Аталған қосымшалардың қайсысы осы қоғамдық игілікке айналды дейді. 64% дұрыс жауап бердік. Келесі сұраққа жауап. iCall стандарты негізінде жұмыс жасады. Осы аталған берілген қосымшалардың қайсы iCall стандарты негізінде жұмыс жасайды?
100% дұрыс жауап бердік, яғни бұл Google календар қосымшасы екенін бәріміз білеміз. Одан кейін сұрағымыз, Онтариодағы Lakehead University, онда браузерінде Gmail және IM де қолданатын қанша пайдаланушысы бар? 38.000 пайдаланушысы бар екен. Дұрыс жауапты 73% жауап бердік. Келесі соңғы сұрақ, қай жылдың 28 маусымда Google Plus әлеуметтік желісі пайда болды? Әрине, бұл өте оңай сұрақ. 2011 жыл екен бәріміз білетін едік, бірақ 53% ғана дұрыс жауап бердік. Міне бізде экранымызда көрсетілген Ділназ толық жауап берді, Мадияр жарайсың, алтын, міне жерде барлығымыздың бағаларымыз көрсетілген. Жақсы. Енді біз тақырыбымызды өту үшін біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлемді технологияларды бағдарламалау. Сабақтың басты мақсаты көлемді технологияларды бағдарламалау ұғымдарымен танысу және бағдарламалауда қолдану. Сол сияқты мына алдарыңызда көріп отырған осы көлемді технологияларды бағдарламалауға жұмысты машықтану, бағдарламалауды дамыту деген сияқты. Көлемді технологияларды бағдарламалау. Бұл бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз болады. Көлемді технологияларда бағдарламалау дегеніміз не? Оның қандай артықшылықтары және кемшіліктері бар? Ол қандай бағдарламалар арқылы орындалады? Осының барлығын бұл видеода қарастыратын боламыз. Қазіргі кезде бағдарламалар, мәліметтер қорлары барлығы дерлік қашықтатылған серверлерге ауысып жатыр. Сол себепті егерде біздің барлық бағдарламалық қамсыздандыруымыз бұлтқа көшетін болса, онда неліктен бағдарламалық қамсыздандыруды жасайтын құрылғыларымызды осы көлемді ресурстарды қосу бірнеше минут алады. Бұны істейді. Бұл бүгінгі күні өте маңызды компаниялар ғана бұл бірлік қауіпсіздік дегендегі тек орталығын құра алады. Үнемді сатып алу бұл қосымша шығындар. Ірі шығындардың орнына ай немесе жыл сұрасыз. Жабдықты сатып алудан бір есе аз. Бұлт ынтымақтастық пен ұтқырлық бұлттың басты артықшылары. Шын мәнінде консольге қол жеткізе отырып, жобаның барлық мүшелері әлемнің кез келген нүктесінен жұмыс істей алады. Сонымен қатар қызметкерлердің қол жеткізу құқықтарын конфигурациялау және олардың бағдарламалық кодтағы өзгерістерін қадағалау өте оңай. Бұлттағы ақпарат пен кез келген уақытта және кез келген жерде қол жетімді болуы мүмкін. Бірақ бұл желіде ауыр дисфункциялар пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар кез келген уақытта серверге кіру үшін сізге өте жақсы интернет байланысы қажет. Сіз өзіңіздің ақпараттығыңызды толық қауіпсіздікке сақтайтын ең қызмет провайдерін таңдауға сенімді болуыңыз қажет. Төтенше жағдайларда сіздің деректеріңіз ұрлануы немесе жойылуы мүмкін. Қазіргі ақпараттық кеңістік әртүрлі бағдарламалау тілдеріне толы. Бұлтты технологияларда кодтауға бағытталған бірнеше бағдарламалау тілдерімен танысып шығайық. Бұлтты технологиялар үшін бағдарламалау тілдерінің көрнекті Go тілі. Go бағдарламалау тілі Google компаниясының даму және таратылған жүйелерді бағдарламалауға арналған. Оның авторлары Роберт Гризнер, және Кен Томпсон. Cloud 9 бұл 2011 жылдың 28 ақпанында іске қосылған бұлтпен жеткізілетін IDE. Қоршаған орта бірнеше бағдарламалау тілдерін қолдайды. Басты назар JavaScript және HTML немесе CSS-ке аударылады. Артықшылықтары: JavaScript, PHP, Python толық қолдау. FTP-ге серверлеріне қосылу мүмкіндігі, сондай-ақ SSH серверлеріне қосылуы. Кемшіліктері: Cloud 9 өзін Java IDE ретінде қарастырғанымен, Java қолдауы жетіспейді. Және де тегін нұсқаулығының мүмкіндіктерінің шектеулігі.
Кодинг қолдауға дайын тестілеу мен әзірлеу ортасын ақысыз ұсынады. Минималистік дизайн қарамастан, кодинг қарапайым, бірақ тиімді шешімдер ұсынады. Артықшылықтары: кей және әсіре қораптан бастап қолжетімділігі, виртуалды машинаны жылдам көтеру, PHP, Python, Java, Ruby, Perl деген сияқты бағдарламалау тілдері алдын ала орнатылған. Кемшіліктері: өте минималистік дизайнына байланысты жұмысты қалай бастау керегін бірден анықтау қиын. Және де толық Java қолдануының болмауы. Осылай біз бүгінгі таңдағы бұл технологияларды қолдану арқылы бағдарламалауды қарастырдық. Қазіргі кезде бұл технология жылдан жылға дамып келеді. Сол себепті бұл IT мамандығының жаңа бағыты болып табылады. Бұл бейнероликті қарағандарыңызға көп рахмет. Сонымен бейне уақыттан түсейін. Білдік. Дейді. Данияр. Танзанияде ал ең бірінші тілдер жатады. Және басқа да мысалы Cloud9 платформада IDE-ді бағаламауға болады. Біздің осы құрамында осы бүгінгі сабағының мақсаты бойынша технологияны бағдарламалау, оған тысамыз және бағдарламалау қолдау. Мына көрсетілген міндеттің бәрі бойынша жұмыс жасау қажет. Сондықтан біз қазір сіздермен жеке жұмысқа тәжірибелік жұмыс жасаймыз. Ол үшін тобымыз жаңағы стационный жұмысқа бөліну керек. Топқа бөлінеміз. Өздеріңіз мүмкіндіктеріңізді екі топқа таңдап, бірінші топқа біз екінші Google деп сақтаймыз. Google деп сақтаймыз. Назначить бәріміз қосақ. Сіздерге көрініп тұр ма? Екі топқа бөлінеміз. Ағай, мені екінші топқа қоса аласыз ба? Мен де екінші топқа менде шықпады. Мүмкіндігі тартылып көзде. Көрді ма? Жоқ, апа шықпады. Жақсы, үржітті. Кім бұл жерде? Данияр бірінші топта Ділназ. Мен екінші топтамын. Бір топты мен отырайын. Альтаир, қайдан кіресің? Я Данияр, я не знаю. Жие ғой. Өзде тартылу мүмкіндігің жоқ па мінде? Жоқ. Сен қай топтасың? Мен екінші топтамын. Сұлтан. Бірінші топта. Жүктеген барлығымыз? Сіздер берілген тұрмен жұмыс.
сонымен екі топ жұмыстарын аяқтады. Жұмыстарын аяқтап болса, ажуры тақырыбы бойынша. Ажурыде қалай бағдарламалау мүмкіндіктері бар? Жалпы ажуры дегеніміз не? А тобы капитан командасы Данияр, өзіңіз бастаңыз. Жоқ, тобыңызда кім ажураны деген не? Жалпы бұл қосымшаның не қажеттілігі бар деген сұраққа кім жауап береді тобыңыздан? Данияр? Мұғалім қайталап жібересіз ба сұрақты? Жалпы ажуры деген не? Ол не үшін қажет? Жалпы Azure, Microsoft Azure бізге... Данияр, сен жоқ адамдар, кім бар тобыңда? Тездетейік. Айтуға болады. Microsoft Azure ол бізде кім? Алтайыр. Microsoft Azure это бұл бізде бұлттық көлемді есептеулерді істейтін платформа. Ол бізде оның үш түрлі сервисі бар. Ол IaaS, то есть Infrastructure as a Service. Ол бізде инфраструктураны береді. То есть бүкілі серверді дайын болады, бірақ бізге тек қана оны таңдау керек, қандай программаны қосуға. Екіншісі ол PaaS, платформа as a Service. То есть бізге ол платформа береді, ол жерде біз, например, какой-то серверді құра аламыз. То есть Pythonдағы серверді PaaS арқылы құра аламыз. И SaaS ол... Бағдарламалау мүмкіндігіміз бар, иә? Жақсы, келесі сұрақ. Бұның артықшылығы неде басқа қосымшалардан? Сұлтан, не айтасың? Жалпы Windows Azure'дың кемшіліктері. Windows Azure қауіпсіздік жүйесінде кейбір маңызды кемшіліктері бар. Ол бірінші, қауіпсіздіктің алғашқы кемшілігі Azure стекінде анықталды. Егер ол қолданса, хакер Azure жұмыс істейтін компьютерлерін скриншоттар мен басқа да құпия ақпарат қол жеткізеді. Бұны чекпоинт зерттеушілері осы кемшіліктерді пайдаланып, Azure жалға алушылар мен инфрақұрылым машиналар туралы құпия ақпарат жинап, скриншоттар ала алды. Және желімен күнделікті байланыс. Егер де желіде доступ, бағдарлама, құжаттар, жұмыс жоқ болса, cloud computing әрқашан барлық уақытта желімен байланысуды қажет етеді. Көптеген бұлтты бағдарлармен үлкен қабілеттермен жақсы интернет байланыс қажет етеді. Жалпы біз жүргені C# байланыстырып болады, өткенде жұмысты. Сонда қандай қосымшаларды жасау мүмкіндігіміз бар? Данияр, жобалар жасады? Мен демонстрация экраны арқылы көрсетсем болады. Қазір 1 секунд. Әрине. Бүгін осы Azure платформасын Visual Studio'да қарастыратын боламыз. Azure негізінде платформасын компьютерге жеке орнатуға болады. Ал егер де бізге түгел бүкіл платформасы керек болмаса, біз осындай Visual Studio'ға оның плагинін орнатамыз. Мұны көріп тұрғанымызда, біз егер де поиск системада Azure деп жазсақ, бізде осындай қаншама көптеген функция пайда болады. Көріп тұрғанымыздай. Бізге керекті облачная служба Azure классическийді таңдап, арға өтеміз. Осында біз оның баптауларын орнатуымызға болады. Мысалға атауын және де ол қандай болмада сақталатын. Келесіде біз осындай оның рөлдерін таңдауымызға болады. Және де рөлдерді таңдап болғаннан кейін біз оған қандай приложениеді создать етуімізді қарастырамыз. Так, ладно, обрежь. Енді біз осы... Енді біз қандай приложениені орнататымызды қарастырамыз. Және де оның зависимостьтерін таңдауымызға болады. Бізге керекті служба хранилище Azure. Осының бәрін құрып болғаннан кейін бізде осындай жұмыс үстелі пайда болады. Осы жұмыс үстелінде біз әртүрлі баптауларды көруімізге болады. Мысалға, қандай біз службаларды... Так, это ты обрежешь. Дальше. Мысалға, бұл жұмыс үстелі... Так, пайда болған жұмыс үстелінде біз әртүрлі баптауларды көруімізге болады. Мысалы, қандай службалар подключен екен.
құрып болғаннан кейін бізде осындай жұмыс үстелі пайда болады. Осы жұмыс үстелінде біз қандай службалардың тіркелгенін қарастыруымызға болады. Мысалы, осындай біз таңдаған хранилище және де әртүрлі бағдарлама кодтарын көруімізге болады. Осымен болды. Біздің тобымыздың қорғайтын тақырыбы Google Drive болып табылады. Google Drive дегеніміз ол Python тілінде жазылған Google компаниясының өнімі болып табылады. Ол пайдаланушыларға ғаламтор ішінде түрлі форматтағы файлдарды, деректерді сақтауға мүмкіндік береді, және де оны басқа пайдаланушылармен бөлісуге мүмкіндік береді. Бұл сервис 2012 жылдың 24 сәуірінде қолданысқа шыққан болатын. Ең басында бізде Google дискте тегін нұсқасында 15 гигабайттық жады беріледі. Ал егер осы 15 гигабайт жады бізге аз болатын болса, біз ақылы түрде 100 гигабайттан 30 терабайтқа дейінгі жадты сатып ала аламыз. Енді біз осы Google Drive-тың ішіне кіретін қызметтерді алатын болсақ, ол хабар алмасу және де бірлескен жұмыс болып бөлінеді. Хабар алмасуға біз Gmail почтаны, Google Talk'ты және де күнтізбені енгізуімізге болады. Ал бірлескен жұмыс үшін біз Google Doc, Google сайт және Google видеоны айтуымызға болады. Ал олардың артықшылықтарына келетін болсақ, онда Google Drive конкуренттерге қарағанда 1 гигабайт бұлттық орын үшін ең аз төлем алады. Және ең басында 15 гигабайт орын тегін беріледі. Келесі артықшылығы ол бізден барлық операциондық жүйелермен жұмыс істей алады. Және интерфейс өте ыңғайлы, және көптеген қолданушы бір аккаунттан да жұмыс істей бере алады. Келесі Әділет. Google дисктің кемшіліктеріне көшетін болсақ, оның бір кемшілігі ол Google диск қызметімен жұмыс істеу толығымен пайдаланушының интернетке қосылуына байланысты болып келеді. Мысалы, пайдаланушының интернетке байланысы болмауы немесе оның нашар болуы, ол осы Google дисктің файлдарды қарау немесе өңдеу мүмкін болмайды. Мысалы, және олар тағы бір кемшілігі ол деректердің қауіпсіздік проблемасы болып келеді. Google өз серверлерінде пайдаланушы туралы ақпаратты қорғауға көп көңіл бөледі, бірақ проблемалар файлдарды жіберу немесе қабылдау сатысында болуы мүмкін. Ол мысалы провайдердің бұзылуына байланысты болып келеді. Ардагер. Мен Google дискінің бұлай үстіртін жұмысын көрістейін. Міне, бұл Google дискінің өзінің сайты, бұл жерде, яғни Google дискі, бұл жерде басында тегін 15 гигабайт болады. Содан бұл жерде кезі келген құжаттармен де Google таблицада, Excel-дерді қосып, слайд жасап, Google форманы жасап, оның үстіне көптеген қосымша баптаулар бар. Содан біз өзіміздің дербес компьютерімізге Google дискіне жүктеуімізге болады. Ол жерде жүктеген кезде бізде екі қалта пайда болады. Екі қалтаның біріншісі ол осы жерге көшірсек Google дискін, яғни Google дискімізге былайша айтқанда көшіру. Мысалы, мен мына жерге Ардагер Мурал деген Excel файлын көшірдім. Содан ол автоматты түрде менің өзімнің Google дискімде шығады, міне Ардагер Мурал деп. Яғни синхронизация болады. Содан екінші папка ол Google дискідегі файлдар біздің компьютерімізге жүктеледі. Яғни біз бұл жерде астың оң жақ тірейге қарайтын болсақ, бұл жерден бізде рұқсат сұрайды Google дискімен қалтамен синхронизация жасауға рұқсат бересіз бе деген. Егер де иә деп келісетін болсақ, онда автоматты түрде Google дискіде қандай өзгеріс болса да, ол автоматты түрде біздің компьютерімізге түсіп отырады. Содан қосымша, мысалы, Google документінен бастатын болсақ, мен кез келген құжатты бүйтіп жазамын, мысал ретінде. Содан ол сол жерде автоматты түрде сақталынады. Мысалы, мен мынау қазіргі сақталынған өзгеріс, содан бірдеңе жаздым, сохранение деп тұр. Содан міне дереу дәл сол сәтте өзіміздің дискімізде сақталынады. Осы Google дискінің артықшылықтары мен кемшілігі және де осы Google дискінің үстіртін жұмысы осы. Назарларыңызға рахмет.
Все, закончили, да? Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа барлығымыз жақсы қатыстық. Сабақ барысында бізде тест жұмысы, топтық жұмыс болды. Және жалпы сабаққа араласып жауап беріп отырғандар бағаланды. Сонымен бүгінгі сабағымыздың қорытындысын шығаратын болса, тест бойынша бағана өздеріңіз бағалап көрдіңіздер. Онда 10 балдық жүйе алдыңыздар. Әрбір 10 балдық жүйені біз 5 балдық жүйеге келтірдік. Топтық жұмыс сол сияқты болды. Және сабаққа араласып отырған оқушыларға сәйкесінше бағалар қойылды. Сонымен мына жерде көрсетілгендей барлығымыз бағаландық. Енді үйге берілетін тапсырмамыз электронды оқу құралында дәріс кіреміз. Осында көлемді технологияларды бағдарламалауға қойылған, соны ашып қажетімізді бізде қосымшасына Ажуре платформасын электронды оқу құралында берілген бойынша жұмыс берілетін тапсырмамыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қатысқанға рахмет. Сау болыңыздар.